Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы хабарлы сөйлем. Сабақтың мақсаты сөйлем түрлерін анықтауды үйренемін. Олай болса, 33-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы. Біздің сынып хайуанаттар бағына баруды ұйғарды. Сол үшін сенбі күні сағат 10-да мектептің алдына жиналдық. Осы кезде мұғалім өзінің ұялы телефонына хабарлама келгенін айтып, оны бізге оқып берді. Қалалық сенбілік болуына байланысты бүгін хайуанаттар бағы жұмыс істемейді. Әкімшілік, біз жоспарымызды кейінге қалдырдық. Төмендегі тапсырмаға назар аударайық. Мәтіннен хабарламаны тауып, көшіріп жаз. Хабарламаның мәтіннен өзгешелігін тауып көр. Бұл мәтінде хабарлама мына сөйлемге қалалық сенбілік болуына байланысты бүгін хайуанаттар бағы жұмыс істемейді. Ал енді хабарламаның мәтіннен айырмашылығы, мәтінге қарағанда хабарламаның көлемі қысқа, шағын болады. Хабарламада нақты бір ақпарат туралы ғана айтылады. Олай болса, келесі 34-ші жаттығуға назар салайық. Хабарламаларды оқы, оларда не туралы хабарланған? Бірінші, Шолпан туған күніңмен құттықтаймын. Әсел. 2. Ертең сағат 12-де әуежайдан күтіп ал. 3. 20 қаңтарда күтіп ал. 2-ші пойыз, 3-ші вагон, Жанат. 35-ші жаттығу. Мәтінді оқы, онда неше сөйлем бар? Оны қалай анықтадың? Біздің мектебіміз орталықта. Мектептің сынып бөлмелері кең, жарық, терезелері үлкен. Менің сыныбым 2-ші қабатта. Біздің сыныптың оқушылары әдепті. Бұл мәтінде жалпы 4 сөйлем бар, Біз оны нүкте қою арқылы, тыныс белгілерін қою арқылы анықтадық. Мәтінде бұл сөйлемнің қай түрі берілген дейді, бұнда хабарлы сөйлем берілген. Әр сөйлемнен кейін тиісті тыныс белгілерін қойып, мәтінді көшіріп жаз. Мәтінге ат қой. Мәтінге біздің мектебіміз деген тақырып қойдық. Шығармашылық үзіліс. 36-ші жаттығу. Берілген сөйлемнің хабарлы сөйлем екенін дәлелде. Біз көлге жақындадық. Тәжірибе жаса. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Әр сөз айтқан кезде дауыс күшінің жоғарылап, не бәсеңдейтінін анықта. Дауыс күші қай сөзді айтқанда бәсеңдеді. Зерттеу барысында хабарлы сөйлемнің соңында дауыс күшінің бәсеңдейтініне көзіңді жеткіздің. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде арнама жазылып, лайк басып, төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі сабақта жолыққанша, қош сау болыңыздар.